Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бектенов мырзаға. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев біз үшін тәуелсіздік бәрінен де қымбат деп айтты. Ата-бабамыздың қайтпас қайсарлығы мен қажымас күресінің нәтижесінде келген тәуелсіздікті сақтап қалу бүгінгі таңда бізге бірлік, тұтастық, ынтымақты қажет етеді. Алайда соңғы кездері қоғамда бірлік пен тұтастықты нығайтудан гөрі халықты жікке бөлуге бейім үдеріс күшейіп келеді. Жекеленген контент өндірушілер мен кәсіпкерлер рулық сананы жалаулатып, күнделікті тұтынатын футболка мен шапандарға ру атауын жазып, оларды бренд немесе маркетингтің өнім ретінде сатылымға шығаруда. Әлеуметтік желілерде жастарға рушылдық психологияны таңатын контент шектен шығып кетті. Бұл ұлттың бірлігін ішіне құртатын қауіпті тенденция киноға да жетті. Жуырда «Руың кім» деген фильм прокатқа шығыпты, жанры комедия. Бұл арқылы кино түсірушілердің не айтпақ болғаны белгісіз. Тіпті бұл фильмді жарнамалау үшін жасалған арнайы экспозицияда руға бөлінуді қойып, Қазақстанның картасын 300-ге бөліп қойғанды көрдік. Міне тұр міне. Бұл не деген бассыздық? Бір тұтас мемлекет идеясы қайда? Қазақтың руларын салыстыратын, кемсітетін фильмдердің мақсаты қандай? Ол ұлт үшін ең сезімтал тақырыпты айқайлатып, әлеуметтік контент кино тақырыбына айналдырып, көрермен жинау. Түбі бұл жақсылыққа әкелмейді. Творчестволық бостандық қажет, бірақ творчестволық бостандық мына алай-дүлей заманда ұлттың бірлігін бұзып, мемлекеттіліктің тамырын қиюға қабілетті деңгейге шықпауы тиіс. Жасөспірімдер үшін кино және медиа контенттің тәрбиелік ықпалы жоғарғы екенін ескерсек, бұл мәселеге бейжай қарауға болмайды. Данышпан Абай, атаның баласы болма, адамның баласы бол деп бекер айтпаған. Рушылдық тенденция қоғам ішінде мемлекеттік ойлау қабілетін коррозияға ұшыратып, мемлекеттілікті шашыратуға әкелетін қауіпті құбылыс. Ғалам мәңгі болса, сонша мәңгі болатын Қазақстанды құрамыз десек, ұлт ішінде артықшылығымызды кемшілік деп көрсететін, бір ұлт ішіндегі руларды бір-біріне айдап салатын арандатушылық материалдарға тыйым салу керек. Осыған байланысты келесі шараларды қабылдау орынды деп санаймын. Ақпарат және мәдениет министрлігі жанынан кинопрокатқа шығатын отандық фильмдердің мазмұнын алдын ала көркемдік, эстетикалық, идеологиялық, ұлттық бірлік тұрғысынан сараптайтын тұрақты комиссия құруды іске асыру қажет. Ұлттық код және мәдени ерекшелік ұғымын желеу етіп, қоғамды бөлшектеуге, рушылдық пен жікшілдікті насихаттайтын әрекеттерге нақты тосқауыл керек. Мәдени салада, әлеуметтік желіде Қазақстанның барлық халықтарының бірлігін көрсететін, жалпы ұлттық біз қазақпыз деген мағынадағы контентті көбейтуге кірісуге тиіспіз. Осы ретте президентіміз өз халқына жолдауында өскелең ұрпақ бақытты, берекелі өмір сүруі тиіс. Сол үшін бәріміз бір ұлт болып табанды еңбек етуіміз керек. Бұл баршамызға ортақ, өте маңызды жұмыс, аса жауапты азаматтық және ұлттық міндет деп мемлекетіміздің мызғымастығын анықтады. Құрмет пен аманат фракциясы мүшесі Сайыров. Рахмет.